5, 4, 3, 2, 1. Атырау наматыстан естелік болсын. Рахмет. Қазір болмаса, қашан мен айтам, сезімді іште жасыра алмаса. Қазір болмаса, қашан Дрон түсіруші мен мобилографқа өте көп рахмет. Біз кеттік. жасыра алмаса. Шерғала дейтін, шер дейтін енді арыстан ғой, жолбарыс. Сосын адайлар тауды қоршап жатып алады. Қазір болмаса, қашан мен айтам, сезімді іште жасыра алмаса. Благодарю команду Намат Атырау. Жасыра алмаса. Тамашалаймыз бүгінгі видеоны. Самал желден бұл әуеннен кереңді аларсың байқатпай, өмірім жалғыз ұмсатпайым. Не болса да көздерімде жас сен толмай, жарақат қағазын жазып сақтайым, жараларға қоймайын жаппай. Неше жектадыңыздар? Сол біткен соң ба ойын? Қалайсың Нұрлана? Жақсы етадыңыз ба? Көзі жұмдым, сразу аштым. Ортасында промежуток жоқ андай. Ұйықтай алмай атырым, аунап атырым, көршім қорындап атыр деген сияқтындай жоқ. Болды емес пе, келбетіңе сен ойлап көрдім ерекшесін. Ата бабаның үні сыңғырлайды, сыңғырлайды. Сильным казаться ты устал, мой друг. Веришь, не веришь, ты там и тут. Сложности много. Қай отан? Бізде бүгінге бесеу каша, на молоке, с изюм, бізде білесіз ғой, изюм, не бәрі бөлек, орехпен, алып көреміз. Бисмилля. Nice. Балдада бөлек болып көрінді на молоке. Рис вообще мощный. Nice. Аспалсыз? Для любителей кофе вон. Варенье здесь. Может, короче. Все для души. Күніміз бүгін обещает быть интересным. Кстати, бір фишкамыз бар келген мұнда. Қазір көресіздер алда. Кеттік. Так, кеттік достар. Ал біздер бұйыртса, рахмет Ереке. Ерлан, короче, айтып отырғанымда, қазір каналда неде ертең біреулер көреді, айтады сосын. Олар келді, жерімізді бүлдіріп жатыр, бүйт сөйтті де білесіздер ғой. Бізде ондай жоқ, бізде туалетке дейін бәрі тап-таза қылып. Енді көрсетіп жіберейік. Бізде мына жерде лагерь болды, қараңыз, айналаны қараңыз. Бірде-бір қағаз жоқ. Міне. Енді артқа бере сал. Жерді көрсетіп жібер. Міне, бірде-бір қағаз жоқ, тап-таза. Міне, мусордың бәрі машинаның төбесінен тұр, көрдіңіздер ғой. Ертең оны арнайы жерге барып төгеміз, сондықтан біз бәрін дайындалып келдік. Бұл тонник мусор. Сондықтан қараңыз, біздің бұл жеріміз өзінің сүйетімен табиғатымыз болғасын аялап, осы жерді басқаларға да көрсетіп жатырмыз. Ерекен бастаған, біздерге әрдайым қалай дұрыс болғанын айтып отыратын Ерлан мырза, бетіңізді көрсетіп жіберіңіз. Сол, в общем, көрсетіп жіберейін деймін, ертең сөз болмасын, білесіз ғой. Көпшілік бар жүрген жерде әрдайым бір сөздер болады. Осындайдың болмаудың алдын ала шарасын қолданып жатырмыз да. Себебі біз бұл біреу үшін емес, бірінші өзіміз үшін жасаймыз, бірақ басқалар көрсін деп айтып жасаймыз.
Иә, әрине, біздер осы бірнеше көлікпен саяхаттап, қасымызда бала шағаларымыз бар, отбасымен қыдырып жүр, және олар бәрі отбасылары бір-бірімен араласады, және де балаларымыз саяхаттаудың бір әдебін қарап, мусорларды қалай жинау, арттарын бәрін тазалап кету деген сияқты бір тәрбиені де алып жатыр деп ойлаймыз. Барынша айналамызда қандай тағы да қалдықтар, мусорлар болды, солардың бәрін бірге жинап алып кетіп жатырмыз енді жалпы. Бұйыртса біздер қазір машинаның построение жасап жатырық. Алға жүреміз. Все, айтады ғой, адам бала да ол айтқанын емес, көргенін істейді, сондықтан біз де осыны басқаларға көрсетіп жатырмыз. Кеттік, тамашалаймыз бүгінгі видеоны. Фу! Қараймыз, мұнда қараймыз, телефонға түсірем. Раз, два, три, снимаю. Деп едім жемен жеріңе дәруім болсам деп едім қуатты шыңына қонса ерлер қырандай мұратты күндер өтер жылдар жетеді бәрі кетеді жалынды жырым қалар жаныңды тербеген алдаспан айбарлы жыр жауыңа сермеген қазақ елім сүйініш асқарым қайсар қалпыңнан айныма мұң арта бер айбарлы асқарым жауыңа мұң арта бер серпілсін аспаның серпіліп көк аспанның сергісін санасы елмен жер. Давай, Димаш, кричим, Димаш! Димаш! Бітсуші беттік ішіне! Димаш, атырау! А давайте, Эльдар! Мен келем тау ішінде күнделетіп аймақты көңірентіп өлеңдетіп астымда ақ боз адам сылаң қағып. Ал мына біз 6 күндік Атырау Наматстың үлкен саяхатының шарықтау шегі, яғни кульминациясын өткізіп келе жатырмыз. Бұл дегеніміз мына Маңғыстау жерінің киелі елімізге танымал Бозжыра жерінде Қазақстандағы ең үлкен ту, көк байрағымыз, Қазақстанның туын осы жерде жаю рәсімін өткіздік.
Бұл саяхатта қазір 17 көлікте 70-тен астам қатысушылар бар. Және де сонымен қатар осы жерде алыс жақын шетелден демалып келіп жатқан Польша, Ресей мемлекеттерінен өтіп бара жатқан туристер тоқтап біздің ту ашу рәсімімізге қатысып өте жақсы көңіл күйде болды. Сондықтан бүгін Маңғыстау үшін, Бозжыра үшін үлкен бір тарихи сәт деп айтуға болады. Аппақ жартастың бойында біздің көк туымыз желбіреді. Және осындай үлкен шараға қатысқанымыз үшін бәріміз қатты қуаныштымыз. Ал енді біз келесі объектімізге жол тартып бара жатырмыз. Бұл бұйырса Боқты деп аталатын тау үлкен. Бұл атау сіздерге ештеңе білдірмесе, бірақ бұл тауды бәріңіз, әр Қазақстанда көргеніне нық сенімдіміз. Өйткені біздің төл теңгеміздің 1000 теңгесінде екінші жақ бетінде осы таудың кескіні суреті бар. Сол жерде өз көзімізбен тамашалауға кетіп бара жатырмыз. Атырау намазбен бірге болыңыздар. Күшіне ұзақ келіседім көммен, күйде ұзақ құрлеп ішпесең сенімен. Кезікті құшақ керек әр адамға теңмен. Кез келген емес, естен без емес кеткен. Мақтап алар кейде сынапта, алар өмір кезекте тұрсыңды тайып ұстап. Ақымақ болған алтын басыңдай, жерге де тығар өмір жасырмай. Ай керек десең ел тындырады, сөзінен айналады оңай. Көксеректердің ұлуына еріп кете бересің одай. Беу біркем дүнге қос құлақ, көз беті әттеген берген. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген. Беу біркем дүнге қос құлақ, көз беті әттеген берген. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген. Есің ал он бәленің тоғысы тілден, сөзімде тұрмасаң сынақ келер бірден. Талайын көрдім, жағына сүйенген отай. Бос болма, қолың құрысып қаларсың, тек еңбекпен жеткен оңай. Көзіңді аш, ұйқыңды аш болды, рухыңды тойдыр, сонымен болды. Керек десең ел Боқтау деген жер, көріп тұрғандарыңыздай 1000 теңге деген көперіміз бар ғой. Осы тау, осында көрсетілген тамаша. Көбі білмейді екен, осы саяхатта біліп жатыр. 1000 теңгелерін алып шығып фотоға түседі, қарасыңыз бәрі. Ол тамаша. Келесі локациямыз Қызылқұм. Енді кейбір адамда термосу дейді енді. Қазақтар Қызылқұм дейді оны. Так. Қазір мұнда дронның кадрлары болады. Абзалға кетір. Апамыз энергия алып жатыр. Қалайсыздар? Прямой течение. Жермен Биомасса. Можете Вся сила ары деп арқаларыңыз тор деп бүйтіп қалыңыз. ер адамдар 86-сыз ба? Ана Викуаттан шығады емес пе? Ана через воздушно капельным путем. Бекболат былай емес, Бекболат былай. Ашықпын саған ерке
өзіңнен жауап күтем. Сонымен саяхатшылар біздер қазір күшті көңіл күйменен қайтадан трассаға шықтық. Соңғы болған локациямыз Қызылкөп деп аталады. Қызылкөпті халықтар өз тілінде тирамиsu деп аталады, себебі өте әдемі бір жерлері, яғни қызыл мен ақ нелер араласып жасалған. Төбеден түсірілген кадрларды көрген боларсыздар, өте әдемі бір жер. Сол жерде біраз аялыңдап, қазір қайтадан трассаға шықтық. Қазір бұйырса жолдан Жаңаөзеннен трассадан бензин заправкасын жасап, Ақтауға барамыз бұйырса. Ақтауда кешкі бір коттеджді жалдадық. Сонда 70 адам болып, кешкі 8-де ойын ойнап, танысып дегендей әрі қарай жақсы бір кеш өткіземіз бұйырса. Ертең тағы да бір жорығымыз бар. Ертең күшті жерлерге барамыз, Жығылған деген сияқты. Жүректің бейнесіндегі көл, Торыш таулары сияқты, Сұлтан Өпі, Шақпат Ата деген сияқты жерасты мешіттеріне барамыз. Ертеңгі программа өте көп, сондықтан таңертең ерте қозғалатын болармыз бұйырса. Ал сонымен бүгін Ақтау жуынып, шайынып, әйтеуір кішкене адам қалпына келерміз иншалла. Біздер қазір Қазақстанның ең терең ойпатына өтіп келатырмыз. Ойпатынан Қарақия деп аталады. Минус 132 метр тереңдігі. Көргендеріңізде жер әлі төменде баратын жеріміз. Төбеден басталды. Жаңан дронмен түсіріп, осы кереметті көруге сіздерге де бұйырды. Ал, что там? Ё-моё, где ходите, натуре? Где ходите? Тут уже караоке, девчата здесь. Во всем. Плов қарадым ма? Что, потом на улицу хотите плов? Короче, у нас бүгін приключение басталды, уже 4-й день, енді түсінуге болады. Біздерде 2 происшествие. Біріншіден Ерік ағамыздың дөңгелегі жарылып, нормальный, короче. И менде, в общем, радиатордан антифриз қалды. Хорошо, короче, на склоне. В общем, короче, нормально, очень удобно. Я эвакуатормен жететін жерден, эвакуатормен келдік, в общем, Ақтауға. Мыняқта уже плов басып жатырық. Ағаларымыз келді мыняқта. Че там, Ереке, қазір қарап жүрейік, как раз ашылайын деп жатыр. Слушай, подожди, вот. О, на, готово, да? Все, рис будем закладывать сейчас, рис. Плов будет сегодня, плов. Все. Короче, жер қарайық далаға шығып. Но біздің коттедж Приморский деген районда городской пляж, Ақтаудың городской пляжы. Көрінді қандай коттедж әдемі тұрған жері. Постоянно осында тоқтаймыз, из-за локации хороший. И енді қараңдар. Мына қараңдар, вид қандайский. Район детский ғой, мына қараңдар. Городской пляж ғой мынау. Вон пляж. Видел, да? Вот пляж, море. Ақтауский вайп. Мына біздің монстр трактор жасамай қалды. Дальше, короче, сейчас будет у нас плов, дальше чай, игры,
знакомство бәрі болады қазір. Төртінші күнде Төртінші күн знакомство, потому что реально постоянно дороги, пути келеміз. 70 адам почти бәрі палаткамен бұзылып кетеді, жан жаққа тамақ алады, жан жаққа отырады. Сөйтіп кеше енді өте қатты жел болды, отырайын дегенде. Бірінші күн шаршап келдік, сөйтіп енді осында бұйырса бұйырып жатыр. Локация біз еще дайындаған ойындарымызда квиз бар, сосын не бар, кахут бар, в общем, короче, Нұрлан бар келген азаматтық, Оралбек кахут ұйымдастырады, танысу бар, викториналар бар, в общем, будет интересно. Наблюдайте. Жолға шығардым. Арғарай Бенджаминдерде доғады. Анада да бар ғой. Сағайтыға. Азамат бауырымыз келіп жатыр. Ақтаудың. Бауырымыз өзі атыраудікі негізі. Туылған жерім атырау. Келген сайын хабарласамыз. Сол бана келіп. То мен бана ұлып кетті. Өзім. Короче, 50 километр алғанда на подъеме. Тух, короче, машина сұлқап көңісі. Өзі инерциясы. Жетіп айды асқаннан кейін. Өзі инерциясы жеттім де елмін, потом тормозат көрді, короче. Не машина? Mitsubishi L200. Енді қайда ол кәсі? L200. Жоқ, эвакуатор шақыртып. Алайын ба? Рахмет. Все, бізде басталып жатыр уже. Какой рассыпчатый. Покажи, а? Попей. Рассыпчатый плов. Это уже не тушенка, это уже мяско. Бопқа шақырады, бопқа. Палауға. Кеттік. Тамашик, палау. Келме. Kas, келіс. Мында районына. Вон там. Ас болсын. Вкусный плов, рахмет. Ал құрметті қонақтар, сіздерге де мына келіп жатқан екенсіздер. Атырау намазына кіргісін берейін. Где-то его можете приклеить. На черном цвете хорошо видно деп қоясыз. Еще G-тур болса, да, тем более. Бармай ма? Черный Прада, а? Біз сатып алып жүрген нәрсе ғой. Черный Прада бармай екен. Қандай дрон? Mavic па? Mavic 3 Pro. Машина жоқ па не сізде не? Қара сервис жүр. Ал енді қош келіп жатырмыз. Біздерде енді тоже Атырау намаз осы Маңғыстауға саяхатқа арнап черма бутылка дайындадық. Осындай. Мынау Атырау намаз және мына жерде Маңғыстаудың несі бар? Логосы бар. 2025. 2025 дейтін. Сол осы бір бутылканы Азамат біздің бүгін келіп жатыр қонағымыз Азамат сізге Pro тағамыз келіп отыр. Рахмет. Очень ашып берейік саған. Біздің Атырау намаздан естелік болсын. Кайф, рахмет. Өте жақсы сапалы. Жолда қолданамыз ғой. Және де, осы біздің енді 4-5 жыл болды. Әрбір саяхатымызда бізбен бірге жүретін, біздің постоянный Маңғыстауда гидіміз Берікке біреуін бергіміз келіп отыр. Мына пакет. Сенде де болсын бір. Именно осы саяхаттікі бұл. Маңғыстау 2025.
логомен именно Атырау номад. Бұл енді лимитированный 65 штук, одан артық уже жоқ, короче. И және де біреуін осы шынында бізді қолдап жүрген, әрқашанда қай саяхатымыз болмасын, бірге бір күнге осында келіп атқан өзін осылай ағалық құрметін көрсетіп атқан Ержан ағамызға беріміз келеді. Рахмет сізге, Ереке. Жігіттер, беріп жібересіңдер ма аджиканы? Қайсысын берейін? Мынаны берейін, мынаны берейін бе? Да. Ас болсын. Bon appétit. Тек ыдыс тауып берсеңдер болды, қалған бәрі тауып қойдым. 3, раз, 2, 3. Супер вкусный. Жүрегімнен сіздерге рахмет айтқым келеді. Бұрын негізі қалай таныстым, Ерлан арқылы, Ерланның постоянно фотоларын шығарады, намазын былай саяхатқа шығарған. Сосын Инстаграмда сіздердің парақшаларыңызға кірдім, сондай бір арманда осыларды қарайым кілең жастар сияқты. Ішінен сосын бір күні сізді көрдім. Үлкен адамда бір болады екен ғой деп. Мені ме? Сізді, иә. Жоқ, менің жасым енді 30-дамын сонда. Жоқ, сосын бір неде, көктемде бір жиналғанда барып қарадым. Өте мәдениетті балдардың, жігіттердің рухтары жоғары, сондай бір-біріне болсын деген, көзқарастары өмірге деген көзқарастары өзгеше, сондай бір қатты маған бір жүйегіме орын алды да. Өзім негізімен романтика, осылай жүйе берген жақсы көремін. Сосын енді осы жиналатын болса мен де барайыншы бір неге Кавказға жүрем дегенде бірінші жазып қойдым, мен барамын деп. Судың тасқынынан бармай қалдық. Сосын басқа бір уақыттар болып отырғанда, ол кезде мен жұмысына жүрмей қалатын болды да. Осыда Маңғыстау түбегінен бірінші жазған мен сияқтымын осы. Қызым мен болама деп. Сіздерге көп-көп ұйымдастырып жатқан Ерекке, Нұрланға, сіздің атыңызды қалып отырмын. Елдарға, осы барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Бізді мына бастап жүрген екі жігітімізге, ол дейтін түсіне білген адамға өте тәрбиелік маңызы зор, жастарға дейтін үлгі өнеге болатындай, Қазақстанның осындай жақсы тарихи жерлерінде, ата-бабамыздың мекендеген жерінде рух беретін адамға сондай бір жақсы үлкен экспедиция болды. Барлықтарыңызға мен басымды иіп, рахметімді айтқым келеді. Өте жақсы ұйымдастырылған, көңіліміз көтеріңкі. Мен соның ішінде мына қызым көпшілікке үйренсе екен, командаға үйренсе екен, көрсе екен адамдың бір-бірімен қатынасына деп, қазіргі жастар дейтін көбіне ондайды білмейді негізі, былай қаланың қызы болсын, даланың қызы болсын. Сондай бір ниетімен келдім, жақсы қарсы алдыңыздар. Сізге өте ризамын. Сіздерге бастарыңызға бақ қонсын, үлкен қасиетті жерлерде жүріңіз, ата-бабаларымызды осындай жақсы жерде өмір сүріп, солардың бізге рухын берсін. 50 адамға дейін еркін қатыса алады екен. Кеттік, жиналайық. Бастап айтайық па, Кахур туралы сайтқа? Ал. Басталып. Оралып басқа адам жоқ. Так, кеттік ал, Нұрлан. Азамат Кахур. Кешірім сұрайын. Алжан. Бек сізден көріп тұрмын. Это я. Атырау Номадс клубы қай жылы құрылды? В каком году был основан клуб Атырау Номадс? Айтпаймыз. Все уже, біз. Не подключили, что ли? Так, правильный ответ. 21. Ура! Самый первый сейчас посмотрим, кто ответил здесь на скорость тоже. Кім бірінші басады кнопканы. Сол алда болады. Оған кубочку бер.
Көркембай ата мешітінде неше бөлме бар? Сколько комнат в мечети Көркембай ата? Ергаға айтты, рупормен, наверное, помните, слышали? Мешіт 22 бөлмеден тұрады. Кім тыңдады, сол дұрыс тауып береді ал. 22, 23, 20, 25. 22, 10 адам дұрыс Во-первых, сұрақ. Суретте қандай жер? Какое место изображено на фотографии? Қызыл көп, тирамису, бозжыра, теңге. Әрине ол қызыл көп. Тирамису емес. Тоғыздан тирамису деп жауап берді. Тирамису это просто как народное название, да? Саяхаты по югу Москвы. В какой стране началось первое международное путешествие клуба? У нас было 2 международных путешествия. Какой первый? Россия, Турция, Египетстан, Грузия. Это Россия. Если на первом. 4 области. Такое большое. Наверху. Двигайте просто. Самолетті қолданамыз. Ерасына алған ма Дәлбек? Но бірдеме не ішті? Бірдеме істейді? Жоқ, үретін ғой. Үретін ғой. Екінші орын тұрғыт. Сізге де сондай. Ой, рахмет. И плюс налобный фонарик. Кімде көрдің бара айтпақшы? Сіз мамада көрдің да осындай? Алды жаңа. Бірінші орын Ясин. Ясин енді. Это че, Ясин алып тұр. Горелка ма? Горелка. Мощная горелка. Құтты болсын. Ертең бұйыртса далада бәрі ыңғайлы болса, Нұрекенде ойыны болады, ояқта да награждение болады, имейте в виду. Отқан командаға. Пикап қайқа. Ертең сіздің ойында да награждение болады, имейте в виду. Бұйырса, бірақ біздің ойын 2 сағат, 1 сағат жарым сондай ұзақ болады. Топпен да сіз. Оятасыңдар ма бітіргесін? Бітіргесін оятасыңдар ма? Иә. Награждение бітіп кешіп кетсеңіз болады. Бізде атырау машина тиін ет. Ал, құтты болсын жеңістері. Форс-мажорлар болып қалатын. Күшті кайф екен. Сипағанын көріп, теңізден өскен самал жел шаштарыңды қанша ақын кетер екен шаршаспай ымдағанын көріп, бағынбай сатқын көздер ғашықтығымды қанша әнші кетер екен ән айтпай Асау сезім, асау жүрек, асау сезім, асау жүрек, бол керек маған, бол керек. Қалайсыздар? Осынама тамаққа. Надо. Күшті. Көріп отырсың ғой жәлеп. Шаны сүртіп отырмыз зато. Әйтпесе, шаң-шаң болып кетті бәрі. Жалпы күшті енді. Таңертең тұрдық. Ешқандай не жоқ. Бәрі бірігіп әйтеуір жиналып бір көзқарас, саяхат жасау деген сияқты секілді. Өте күшті, өте әдемі болып жатыр. Завтрак, организация. Ребята, красавчик. Рахмет. Нужно салып қойма? Салып қойшы? Так, бүгін нешінші күн? Үшінші күн ба? Бүгін 5-ші күн. Бүгін саяхатымыздың 5-ші күні. Бүгін жығылған, Сұлтан Өпі,
Торышқа барамыз бұйырса. Саяхат өте күшті өтіп жатыр. Адамдар риза, эмоция бомба ғой. Дрон түсіруші мен мобилографқа өте көп рахмет. Красавчик. Кеттік біз. Біз кеттік. Ну что, ребят, давным-давно я хотела посетить такое святое место, как Бекет-Ата, но очень круто, что выдалась поездка с посещением не только этого святого места, но и таких вот замечательных, красивых мест на могучей земле Мангистау, на земле великих адайцев, гостеприимных людей. Сегодня мы в Актау. Позавтракали, снова собираемся в путь-дорогу. Благодарю команду Намац Атарау за такую организацию, за такие красивые места и за то, что вообще они есть, за то, что они команда энтузиастов, смелая, активная, перспективная. Классно. Реал Мадрид. Виска Барса. Реал Мадрид. Кім бар мұнда, кім бар? Қалайсыздар? Қалай болады? Су басқасы. Осымен до конца пока тарта бересің ғой, оңға қарай бұрылады жол. Тіп-тіке. Құрметті саяхатшылар, бүгін таңертең Ақтауда коттеджде тұрып, таңғы асымызды жеп, келесі күннің, яғни бүгіннің саяхатын бастадық. Бүгін бұйырса алғашқы баратын жеріміз ол Жығылған деген жер. Өте керемет, жартастан жығылған сияқты бір әсер береді. Одан әрі қарай Сұлтан Өпі, Шақпақ Ата деген жерлерге барамыз. Және кешкі тоқтайтын соңғы локациямыз Торыш, Домалақ тастары. Сол жерде лагерь жасаймыз бұйырса. Жол ұзақ. Бүгін түнде де далада қонамыз, палаткаде тамақ пісіріп. Бұйырса сол жолымыз аман жақсы болсын өтсін деп тілейміз. Мына машинаның бір-екі дөңгелегі жарылып ауыстыруға тура келді. Бізбен бірге келе жатқан бір Lexus мына коробкасы қозғалмай қалды. Сондай уақ-уақ әрине проблемалар болды, бірақ бәрі әлі күнге дейін жақсы болып келе жатыр. Ал сапарымыз сәтті болсын. Жығылған мүйісі дейді. Аржағынан сен отырсың ғой, иә? Ана аржағынан тұрсаң, асты жоқ па сен отырған жерде? Ол жақтарыңызда қарасаңыздар, сіздердің оң жақтарыңыз керемет тастың
Кесегін көріп тұрсыздар, ерекшелігі бұл таста әр түрлі жан жануарлардың іздері сақталып қалған. Бұл мыңдаған, миллиондаған жылдар бұрын қалуы да мүмкін. Мына жерде мысалға жыртқыштың, текенің тұяқтары, мына жерде бір үлкен құстың лапасы сияқты, байқасаңыздар. Яғни бұл қатпай тұрған кезінде жан жануарлар өткеннен ізі қалған, кейін қатқан бетон болып, сосын мына жерде жалпы бір катаклизм болған. Сол катаклизмнен кейін көрсіз тастардың бәрі жан жақта шашылып жатыр міне. Мына жердің атаулының өзі соған сәйкес деп ойлаймын. Мына тас енді көлденен жатқаннан тігінненге түсіп, мәңгі бақи сол жануарлардың іздерін қалдырып кетіпті. Ана цементте бүйтіп қолын басып кететіндер болады ғой, аяқ киіммен андай. Сондай болып тұр мен. Қазір жоқ. Көп біледі екенсіз. Сол айтамын. Табамын соңынан үміттен қарайлап келем. Сүй алатын жаның орнына бөленіп кетемін мен. Арыс болады, асықпа толғады. Махаббат толы аспан, өмірдің өзі дастан. Өткізбе бұл сәтті, өткізбе бұл сәтті. Махаббат толы аспан, өмірдің өзі дастан. Өткізбе бұл сәтті, өткізбе бұл сәтті. Ал енді біздер саяхатымыздың 5-ші күні Жығылған деген жерге келдік. Өте табиғаты әдемі, бір ертеге тап болғандай болды. Және осы жерде бір ерекше көл бар. Определенный ракурстан қарағанда ол жүрекке ұқсайды. Сондықтан махаббаттар осы жерге келіп, жатасып тоқтап жатады. Сондықтан келіңіздер, көріңіздер. Біздің саяхатымыз әлі жалғасады. Бақылап отырыңыздар. Find a set of wings on a burnt out plane. Dirty sky, the clouds came down and set you on the floor. We'll put you on and just move. Oh, you had everything. And hindsight, there's no breaking pulling on the ropes, there's a storm out there. Dirty sky, paper house won't keep out of the rain. Oh, it should never be vain. I won't be scared of lose. Your hands are still good to me. Oh, I know you're asking me why. Oh, I know you're asking me why. Ана бірден кім берік сіз бірден айтасыз. Мықтың адам емес, мықтың адам айна жүзіп жатыр ол. Мынау бешік болған, көрдіңіз бе? Бешік болды жасаған. Анау ма? Солай болады. Мен де бірінші рет келдім. Мынау оригинал ма екен? Соны ойлап отырмын. Восстановленный сияқты, да? Восстановленный. Вот ан жақта по-моему қарай. Мына цемент местный ғой. Мына тас өзі тасымен бірге, осы суретімен бірге түсті ме? 15-ші ғасырда ойылып салған ба? Саламатсыздар. Пирамида сияқты салынған. Раствор жоқ, как таково. Ал біздер бүгін Кенті Баба деген мазарға келдік. Ол 15-ші ғасырға салынған құрылыс деп
айтады. Енді бұл ненің ерекшелігі, бұл жерде мына жоғарыға шығатын лестница бар. Жардың ішімен көтеріліп жоғарыға шығуға болады. Және бұндай бір ерекше мазар. Мен өзім жалпы бұндай жарылап жоғарыға шығатын мазар екі жерден көрдім. Бірі осы Кенті-Бабадан, екіншісі Жезқазған өңіріндегі Ұлытауда, Алашаханда кездесті маған. Басқа жерде әлі бұндай банағыдай ішіне жаналап, лестница салып жоғарыға шығатын кесенелер әлі кездескен жоқ. Бұл енді жалпы осы жерде бір киелі болып саналады, және мемлекеттің қарауындағы жер. Бұл жерге 5 рет реставрация жасалған. Ең бірінші реставрация 1979 жылы Қазақ СССР академиясының бастауымен болған. Енді қазір осы көріп тұрғандарыңыздай әдемі көрініс, сыртын көрсетеді сіздерге. Бір-бірден қойып 9-ға ішкі деп айтылады бұл жерде. Бұл жерде сонда 6 адам жатыр ма? Солай тұр ғой, 6 адам тұр ғой. Құлап болған шығар. Ол нақты ешкім білмейді. Сосын біздер тиісіп айтуға ондай. Біз енді Сұлтановка жерасты мешітіне келдік. Бұл жерасты мешіті енді аңыздар бойынша бірнеше 100 жыл бұрын салынған. Өте бір осы жердегі халықтың келіп дұға оқитын, тілек тілейтін жерінің бірі. Басында құдығы бар екен, құдықтың суы өте дәмді. Қазір біз суды алып көреміз. Енді жалпы жолымыздағы бір келіп көретін жердің бірі. Сондықтан енді ішін суретін көрген кезде енді мүмкін сіздерге ұнап қалар. Ауа қандай керемет та. Су. Бастарында Халал. Осы кісінің жатқан бір жерлері болды. Кірмей қойық. Жақсы. Солай сияқты. Жататын жер ма? Не көшіп тұр, одноместный спальный. Ниятı var. Bırak ayak kalsa kalk. Çayga. Не қайда? Ертең баратын ана жердің аты. Олар бар ғой, иә. О, ничего себе. Ана жазудың істен жазып отқан жоқсың ба? Жоқ, іштен жазудың.
Peki жоғарыға түспейміз. Турция. Директор жауап береді, короче. Бас директор. Арт жақ көрінісі алыстан сөйлейді. Әрбір бір қолмен алмаш, яғни екі қолмен алмаш. Телефон на пленку снимаешь, да? Ержан Қазірет атамызда кешегі орыстар издевательство етіп түрмеге жапқан ғой. Түрмеге жапқан кезде түрменің есігі кілттенбейді дейді. Сосын оған издевательство етіп шошқа лақтырып қойған. Шошқалар саппен шығады, саппен кіретін болған. Атамыз жақындамайтын болған да. Сосын түрмеге жапқан кезде түрменің есігі кілттенбейді дейді. Сосын мынау не ода Зирасты мешіті осы Шақпақ ата мешіті ма? Иә, Шақпақ ата мешіті осы жерде ішіне кіреміз. 13 ғасырлар ескерткіш аралығында Шын көрмедік біз. Примерно осылай шығар. Мама, hello. Ой, всем привет. Покинесіңді. Болады по 10 секунд. Елдар мастер білесіздер ма? Ал сәттілік Елдар аға. Мастер-класс. Ыңғайлы ма? Постоянно жамайды негізі Елдар. Негізі запаскасы бар ма? Айына бір рет деп Бар астында. Ана астына бір рет Түйтінбес па, ана түсіп кетпей ма десті қазір. Тұрайыз қап. Жүре берек че? Где бар ана коробка ішінде де? Ана қарыз кесерміз онда. Жақсы, кесіп. Яны ештеңе болмайды, иә. Қалайсыңдар? Атың кім? Сендердің аттарың кім?
қызға. Сен атың кім? Сухарик. Sponsor bol Yerke kız Dönke Şampanda ıspanğa ikimizдің мерекеміз Сәулем Шуағын шашқанда түсіндім Құдай бізді қосқан Сені сүю су тасқандай Менің күйім адасқандаймын Төкпе Көз жастырманда өтет кетет бұл жастық шақ Үмітім үзіліп таптадым Мекендеп түрлі мекен Іздедім бірақ та таппадым Менен де қойдым нүкте Қуаныш сәттерге ұмытпай еске сал Далада болса суық мені жылытар Біздің өмір кино басты мен және ол екеуміз Ал басталды. Басталды. Біз торыштамыз. Тамаша жер таптық. Ауа райы керемет. Айналып қалғанда шынайында табиғатты көз көргенде жеткізе алмаймыз. Бірақ балдарымызды бәрі атсалып жатыр, палат құруда. Бір палаткарды қарап тұрсам, кім қалай құрып жатырғанын. Қарап шай. Бізде қазір бәрін айралап келдік. Соңғы түніміз, Алла қаласа, ертең бұйыртса кешке қарай жол жүреміз, Атырауға қарай. Бәрі тамаша. Шаршадық енді шыны керек. Через греха таить, как говорится. Жол оңай емес. Не для, как говорится, слабонервных, для выносливых. Шыдап келатырық. Бір машина бұзылды, кетті Атырауға. Екіншісі бұзылды, оны түстен кейін шықты, қосылды сосын. Ана жаны бар ау. Сынақтар вообще. Әртүрлі сынақтар. Ол жолда болатын нәрсе, сондықтан дайын болу керек. Дөңгелек жарылып жатыр, бана біреу емес, екеуі жарылды. Сондықтан. Так, ана бұрышын. Алтай, покажи мне. Балта қайда, балта? Балта не істейді. Бірінші анан темірін салсыншы, демеш. Мындай каркасын салу керек қой. Бүгін кешкі асқа не пісіресіз? Тушенка, макаронмен. Тушенка. По-домашнему. Тема. Давай, я сейчас начинаю. Қайс? Тасбақа. Ем, анау нән ғой? Не надо. Твои очки в чем? Базар жоқ па? Нән екен? Анам румен атапты. Тек біреу, Иә, тапқандар. біреу. Ең бірінші тапқан. Ат қояйық. Ең бір... Райымбек тоже. Мен Райымбек, мынау Райымбек. Ойбай. Біздің палатка. Мұрат ағаның палаткасы. Осы кісілердің палаткасы. Это не наш там, это Бағила апа. Бағила апаның палаткасы. Осы Ерлан ағалардың палаткасы. Что там, жиын жатсыз ба? Иә. Сен біреуін су шығарасың ба? Абай аға ұшып жүр. Сол ұшыратын шығар, Абай аға. Ас болсын. Күшті отсыздар ба? Пускай. Мұнда да байк ұшырайын деп отыр. Готовимся. Сейчас поедем. Времени мало, правда. Скоро темнеет, да. Контроль var,
Ана жоғарыда пляшка. Жоғарыда тұр. Онда ол про. Самый максимальный комплектация. Сбитый такой, короче. Да. Сбитый такой. Күшті Оны не бұл? Мынау несі ғой бана. Аты қалай? РД спорт. Камера кел, камера. Мына экспедицияның жүрегі де, гүлі де біз! Әлем өзгеше бір реңге боянғанда аялаға сезім жүрегімді тербеп ойлағанда іңкәр көңілім тасып арнадан асқанда шаттық нұрын сепкен бақыт гүлін еккен өзің ой арманға қоныстастық мәңгі арайланып алдан әппақ таңым жас өмірдің сәнін жарастығын тауып шаттанамын қуанышқа толы достардың құшағы ашық бізге сәулем балдай тәтті дәурен айтар асқақ әнім. Интернет нормальный? Это русалочка. Давай я следующую угадай. Когда ждать тепла, Сейчас узнаем. Девчинца в двери, Эльдар аға тоже ойнап жатыр. Это мы смотрели вместе. Чипи Дейл. Это очень классно. Папа, говори, что я... Давайте следующий. Давайте сейчас узнаем. Молодцы, вы прямо сколько фильмов знаете, а? Щенячий патруль. А, него! Зверопой! Зверопой? Проверим. А, вот это... Вот это обезьяна говорит. Молодец, Есин угадал. Не отвечай. Смотрели «Зверопой»? Блин, о, блин. Вот у нас здесь за костром. Диас, Я закидываю просто. Тамерлан, Альтаир. Так, познакомились, пообщались. Вместе давайте дружненько. Молодцы. Я вот это не маленький, нормально? Кішкентай все? Не, пацаны, Диас, мне кажется, надо чуть-чуть откатить этот отсюда. Да. Кати пока ты. Вот этот, Тамерлан, чуть-чуть откатите. Харех. Нет, вообще бомба охрана. Далада. Квиз, да? Квиз ғой бүгін, да? Дала квиз. Білім ринг. Брейн ринг. Пойди, дала кузи. Білім ринг қой. Баяғы соны қазақша Білім ринг. анамайша қош. Что здесь происходит? Мына команданың астына қойып. Машалла. Эй.
Ана до конца жалпақ қылдырасың азыр. Братма до конца жалпақ қылдырасың. Мындай көрінді ме вообще? Жоғары көрсетіп түсірдің ба? Аңғар. Екіншісін көрсет. Даже, блин, мындай көшелерде освещение тартылған жоқ қой даже. Соны айтамын. Біздің көшелер. Объем бізге беру керек. Сол зарядка. Пяу. Былай жасайықшы, брат. Нені ортаға дейін апарайық. Нет. Подкаст түсіремін. Сломал, короче. Уходим. Здесь наша кухня. Не, пятичка аласыз ба? Пятичка. Шаш нормально болып тұр ма? Тема болып тұр. Тема болып тұр, жоқ дейсің да? Короче, біздерде бүгін білім ринг далада Нұрлан бауырымыз ұйымдастырып жатыр, білесіздер ғой? Қазақша квиз, бәрін ұйымдастырушы. Білім рингте команда жинақталаймыз. Бәрі жинақтап жатыр. Ойнайсыз ба? Қазір көреміз. Папсыз ойнайсыз ба? Жюри. Менде де жюри. Пойди, жюри керек емес негізі. Мынақта от дайындап жатыр күшті өтіп. О, мощный, пацаны. Күшті. В общем, короче, мынақта балдарға ұйымдастырып жатыр ойындарды. Айсыл. Я мне батарейк сел, походу, уже, блин. Книжную лавку. Я только что прочла историю. Мамочка здесь. Мама будет рядом. Вместе с мамой ты. Рапунцель? Рапунцель! О, молодец. Ну-ка. Шрек, ну так не раз. Что надо? Кто? Прочитай. Отгадывай. Кто? Ком. Услад такой. Это же этот старый мультик. Да, молодец. Услад, это говорю. Молодец. Угадал, это помочь. Я забираю приз 10 тысяч тенге. Есть, я выиграл. Давай, слушай. Білмеймін мен. Это не ответ. Я знаю, этот мультик. В Париже. Мальцем Полизом. Молодец, угадал. Нет? Что такие сложно попадаются? Город героев. Молодец, угадал. Йоу. Ну-ка, давайте следующий. Рататуй. Вот это крыса. Вот это крыса. Вот это она крыса такая. Вот это крыса почему? Да, рататуй. Я знаю, короче. Слушай. Только тут станешь ты Старый баб. мужиком. Вот это король лев. Молодец, Ясен, угадал. Ребенок снимает, видите нас. Он же тоже только что был. Я сказала же тут. Все, уходим, короче. Так, мында кім бар біздерде? Кім ойнайды? Жоқ, жетті, біз апқат жасау жүрік бәрін. Кім бар, кім қалып қойды, кім не істеп жатыр? Какой ойнайды? Он же до 11 работает. Уақыты. С 11 до 11 работает. О, вот шағылда қаранда камера. Свет машина қаранда. Йо, вообще. Мощный, короче. Жестко. Все, қалған бәрін артынан тамашалайсыз, басталғасын. Құрметті сапарластар, ал білім ринг интеллектуалды сайысы алғаш рет ашық аспан астында Маңғыстау төрінде интеллектуалды сайыс өткізу жоспарда. Мына жерде қызыл және жасыл үстелімізді дайындап қойдық. Торыш командасы номер балалардан бір бала келсе және мына жүрегінің біреуін таңдаса, бұл жерде 7 цифр. Ең кішісі кім? Келе ғой. Мен бірдемін. Есімің кім? Атың кім? Сабрина қызымыз бірінші қызыл үстел басына шақыратын команданы таңдайды. Бұл жерде 1-ден 7-ге дейін сандар, тіркелу бойынша цифрларыңыз бар.
Біреуін таңдай қойған әжеде. Осы цифрның ішінен біреуін таңда, аш, сосын қандай цифр екен ауызша айта қойды. Нешінші цифр екен? Бірінші цифр эликсир командасы қосылсын. Эликсир қызыл бастар шақырылады. Ал, тағы таңдай қойдан ішінен екіншісін цифрын айта қой сосын. 3. Қорсай командасы жасөспірім жастар шақырылады. Қорсай командасы. Болды, Ақан? Отырып тұр, қасың қылымта. Қасымдарға өтте мұқият болыңыздар. Өтте мұқият болыңыздар. Аяқтың астында сымдар жатыр, соған өтте. Қай команда? Салар тәліңді, әрдайым көңілді, үзбеш үмітті. Қай команда? Белмедік мұңға, жеңілмедік сынба өмірде. Әнімді сен тыңда, қосыл бірге шырқа менімен. Лапуға жаса жалғанда барында, лапуға қане тартыма, тартыма биле әніме қайырма, тартыма бер жақында. Риза бол барыңа, достарың жаныңда, ойнап күл барында. Жаңа өмір баста, еш қысылмас аспа, бәрін артқа таста. Бермедік мұңға, жеңілмедік сынба өмірде. Әнімді сен тыңда, қосыл бірге шырқа менімен. Лапуға жаса жалғанда барында, лапуға қане тартыма, тартыма биле әніме қайырма, тартыма бер жақында. Лапуға жаса жалғанда барында, лапуға қане тартыма, тартыма биле әніме қайырма, тартыма бер жақында. Бермедік мұңға, жеңілмедік сынба өмірде. Екінші орналған команда және ұпай саны бойынша үшінші орналған команда Балжан ханым капитандылығымен эликсир командасы. Ұйымдастырушылардан Құрметті саяхатшылар, есім Тұрғыт Болат, жасым 31-де. Осы Атырау облысы Мақат ауданы тумасымын. Қазір мұнай саласында жұмыс жасаймын. Атырау намыспен бірге 2023-тен бері саяхаттарға шығам, бірақ мына менің сондағы тек 3-ші саяхатым. Әзірше ең ұзақ және ең қызықты, ең шаршаған саяхаттардың бірі. Сіздерге де осындай көп саяхат болған тілеймін. Алдағы үлкен-үлкен саяхаттарда жолдарымыз әлде не дейді, жолдарымыз тоқсай берсе. Сол, келесі. Гитару передавай и он говорит. Естіп отырмай, есім Азамат болады. 39-ға толам бұйыртса. Логистика саласында жұмыс жасаймын. Атырауда осы тұрып атқаныма 4 жыл болды. 4 жылдан асты. Өзім Тараз, Жамбыл облысының тумасымын. Осы Наматсқа, Атырау Наматсқа октябрь айында қосылдым. Сол бірінші рет шығып отқан саяхатым. Қуаныштымын. Азамат мырза, танысып қойыңыздар, қуаныштымыз. Ұлым бар, үлкен ұлым. Аты Алинұр. Менің атым Алинұр. Жасым 14-те.
қалай атырау жақсы ма екен? Қай мектептесің? Әл-Фараби атындағы Бенон мектебінің оқушысы Алинұр деді ғой. Алинұр, өте жақсы, азамат мырза. Ал олай болса, алғаш рет ашық аспан астында Атырау номад саяхат аясында ұйымдастырылған білім ринг интеллектуалды сайысында жүлделі 3-ші орын жеңіп алған Эликсир командасы және капитаны Балжан ханымды ортаға шақырамыз. Құттықтаймыз, Эликсир командасы. Қайда Эликсир командасы? Тағы қайда, Эликсир командасы қайда? Целый отбасы ғой. Капитаны келе жатыр. Ал енді сіздерге мынау бәріңізге көп рахмет. Осы ойынға атсалысып жатқандарыңызға өте қуаныштымыз. Мына Эликсир командасын құттықтаймын. Мынау біздің шағын сыйлық. Бұл саяхатшының наборы. Ішінде қасық, белгі, Ал, шағын сыйлық ұйымдастырушылар тарапынан құттықтаймыз. Бүгін жақсы ойын көрсеттіңіздер, жүлделі 3-ші орын алдық. Құттықтаймыз, керемет. Ал, келесі. Бүгінгі финалистіміз жүлделі 2-ші орын үлкен тартыста. Торыш командасы ортаға шақырылады. Команда капитаны Берек мырза. Өте тартысты ойын болды. Көп рахмет сіздерге. Мына жерде дейтін біздің өзіміз сыйлық дайындадық, және де біздің саяхатшы досымыз Анар қарындасымыз өзінің атынан тоже подарка қосты. Соңында 2-ші орынға соны қосып береміз. Мына каждыйыңызға бәріңізге мынандай тоже набор. Алыңыз, бесеу. Және де мына және де мынандай нелер бар, ойынға салатын. Қазақ телекомның несі, қойыспалма белге тағып алатын бағын. Ал, өзіңіз бөліп аласыздар. Қалай? Құтты болсын, рахмет ойындарыңызға. Өте керемет ойын болды. Микрофон. Көп рахмет. Торыш командасы 2-ші орын. Қазақ телеком командасы атынан қосымша сыйлықтар беріп жатқан. Ал сонымен бүгінгі ойынның жеңімпазы не бар 2 ойынмен жолы болған команда. Солай командасы. Ашық бұлтсыз аспан маған айт, Алматының Алатауы маған айт, Каспийда бір рекламы маған айт, анашыма жақсын жіберемін маған айт. Бірінші ол мынау қасық пышақ набор, пышақ, қасық, вилка, сондай. Және де мынау саяхатшының керекті бір наборы. Бұның ішінде пышағы бар, бұның ішінде компас бар, және де бір кейбір кілттер бар. Және мынау жіп. Неше метр? 15 ба, 1,5 метр. Универсальный сіздерге көмекші. Және де Қазақ телекомның атынан, енді Анар саған емес, қасындағы сенің одноклубниктарыңа бұл бана саяхатта енді постоянно керек болатын ланчбокстар. Әдемі ланчбокстар ағашпен жасалған. Айттым ғой, ал мынандай ланчбокс, ол бір сіздерге. Ал құттықтаймыз, ланчбокс бар, арнайы пышағы бар, және де қосымша құралдар жиналығы бар. 3 нәрседен тұратын сыйлықтарды біз команда мүшелеріне береміз. Бере. Анарға өзіне енді фонарик, сондай набор и және Рахмет. Құттықтаймыз, дәл солай командасы чемпион бүгінгі кештің. Баршаңызға көп рахмет, интеллектуалды ойындардан қалмаңыздар, кешімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі енді интеллектуалды ойынды ұйымдастырып, өзі солай инициатива беріп, мен алып келе аламын, давайте ойнатайын деген Нұрлан інімізге көп рахмет айтамыз. Ерке сізге де аз ғана сыйлық. Мына ланчбок мен ойлаймын өте керемет, бізге мен өзім де қызығып отырмын. Және фонарик тағы да, мына фонарик тоже не. Вот как раз сізге өзіңізге фонарик. Рахмет.
и уста. Только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, сердце бережно хранить. Целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Темірлан дейтін баламыз. 4 қыздың арасында бір жігіт, бір сұлтан. Рахмет көп-көп. Қайырлы кеш, құрметті біздің саяхатшылар, бәріңізге тағы да алғыс айтамыз. Есімім Ерлан. 84 жылғы Атыраудың тумасымен семьям бар, отбасымыз 5 баламыз бар, ағамыз бар ортамызда. Қоршайда тұрамыз, көп шөпілер келді, үйге бұйыртса шайға келулеріңізді сұраймыз. Енді осы саяхатты бірге бастап, бір өзіміздің ауызбіршілігіміз арасынан бір-біріміздің сөзімізді айтпай-ақ түсінетіндей ортаға құрылғанына өте қуаныштымын. Және соның жалғасып келе жатқанына 4 жыл қатарымыздың көбейіп жатырғанына, осындай күшті әдемі кештерді өткізіп жүргенімізге өте қуаныштымын. Енді әрине бізде үйреніп жатырмыз әлі, сондықтан егер қателеріміз болса кешірім сұраймыз. Әрбір жаққа да енді заманымызды жасырып, енді қателерімізді айтып жүрсе барын дұрыстаймыз деп ойлаймын. Енді барлығына рахмет тағы да. Менің атым Ерек, жасым 45-те, осы Атырау Намат, тағы да 1-2 клубтарын аса жігіттермен бірге осыдан 5-6 жыл құрып, өзімізше бір орта жасап жүрген жағдайымыз бар еді. Себебі ол жылдары өзіміз қарадық оңға, солға, бір дұрыс ортаны көре алмадық өзімізге ыңғайлы. Егер жоқ болса, неге оны жасамасқа деп өзіміз қолға алғанбыз. Барлықтарыңызбен танысқаныма шын жүректен қуанамын. Яғни бұл өмірлік танысып деп есептеймін. Егер бір адаммен жолдас болғың келсе, немесе бір досыңмен сынағың келсе, сапарға шық дейді ғой. Осы міне сапар. Біліп отқан боларсыз оңды-солды кімнің не, қалай жүргенін, тұрғанын, сөйлегенін, ішкенін, жегенін дегендей. Әрине бұл үлкен өмірлік сабақ. Мынандай жерлерде 8 миллиард адамның арасында осы бір 70 адамға беріп тұр, осы айлы түннің астында әңгіме айтып отыру. Өте керемет бір тәжірибе біз үшін. Кризисный ситуацияларды бір управление сияқты болып кеттік соңғы күндері. Анау болмайды. Бірақ енді сіздердің осы көптеп қолдап біздің бір айтқанымызды екетпей елге тастамай, любой жағдайда көмектесіп отқандарыңызға Аллах разы болсын деп айтамыз. Көп рахмет. Мен Атырау қаласы Геолог деген елді мекеннің тумасымын. Қазіргі уақытта Астана қаласының тұрғынымын. Дүйсенбі күні осы кешкі рейспен ұшып келіп, кешке дайындап, телескопым бар, басқасы, аппаратым бар, сұрақтарымды дайындап, екінші күні сіздермен бірге аттандым. Бұл менің екінші Атырау номадқалықтардың қатарындағы сапарым. Бірінші сапарым Ақтоғайға осы 2 жыл бұрын басталған еді. Сол уақытта осы ағаларым шақырды. Ол жерде де жақсы бір кеш өтті, бірақ бүгінгі формат әлдеқайда көлемді, күні 5 есе артық, бұл жерде бір-ақ түнегенбіз, бүгін осы 5 түніміз бар. Баршаңызбен қуаныштымын. Жалпы ісім айналысып жатқан ісім көпшілік алдында сөз сөйлеу, ораторлық өнер бойынша тренинг өткізіп келемін. 2012 жылдан бері қарай Атырау, Астана және Қазақстанның басқа қалаларында. Жасым 39-ға толады биыл, 86 жылғымын. Жанұялы 4 баланың әкесімін. Баршаларыңызбен танысқаныма қуаныштымын. Және осы қазақша квиз, осы білім ринг, что никогда сияқты интеллектуалды ойындар ұйымдастыратын ермегім бар, кәсібім бар. Рахмет. Қайырлы кеш. Есімім Берік. 85 жылғымын. 40-қа чуть-чуть қалып тұр.
6 баланың әкесімін. Атыраулық саяхатшымын. Мақсатым саяхатқа мүлдем шығып көрмеген қазақстандықтардың шабытын ояту саяхатқа деген өзім видеоларыммен көрсетіп, таныстырып, мен де осы жерге барайыншы деген бір шабыт оятамын ба деген ойым бар. Және YouTube канал аштым арнап. Сол YouTube каналымда Ресейдің, Украинаның Мир наизнанку, Орел и Решка сияқты қазақша форматтағы сондай канал жасағым келеді, сондай арман бар. Бұйыртса бір 2-3 жылда жетем бе деген ой бар. Бәріңізбен танысқаныма қуаныштымын. Өте Атырау Номадс ұйымдастырушылар командасына алғысым шексіз. Мынандай етіп ұйымдастыру, мынандай қиын жолдармен жүру, 70 адамның характеріне, бәрінің тілін табу өте қиын нәрсе. Шыны керек. Сондықтан сіздерге көп алғыс. Жұмыстарың жемісті болсын, алдағы уақытта осындай саяхаттар көп болсын. Бәріңіз саяхаттаңыздар. Бәріңізге жақсылық тілеймін. Бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Добрый вечер. Зовут меня Нуржамал, 87-го года рождения, мать 4 детей, уроженка Атырау, училась в Санкт-Петербурге более 6 лет. Будучи в Санкт-Петербурге, очень много путешествовала, в общей сложности 25 стран. По приезду в Атырау все засело, и, соответственно, для меня этот общественный фонд, это как свежий глоток чистого воздуха. 5 августа 2023 год, красный день календаря, когда я в первый раз поехала в Ганюшкино на лотосы, и с тех пор стараюсь не пропускать ни один выезд. Благодарю организаторов Ерик аға, Ерлан аға, Ильдар аға и Айдарбек аға за то, что вот создали такой вот фонд. Желаю вам благополучия, расширения и сил. Также огромная благодарность, конечно же, поварам, также водителям. Қайырлы түн. Менің атым Балжан. 84-ші жылғымын. Жамбыл облысында туылғанмын. 18 жыл бұрын Атырау қаласына Адайлардың әулетіне келін болып түстік. Содан бері Атырауда тұрамыз. 3 балапанымыз бар. Балдарымыз, жұбайымыз там, ұйықтауға кетті. Институция компаниясында салық бөлімінде жұмыс жасаймын. Саяхаттаймыз семьямызбен. Барлықтарыңызға рахмет. Ишарат, ассалаумалейкум. Менің атым Теміржан Диаз. Бином Аль-Фараби мектебінде оқимын. 10-шы сынып. За границу оқуға дайындалып отырмын. Және спортпен айналысамын. Барлығыңызға рахмет. Водительдерге, Ерлан аға, тамаққара көп рахмет. Барлығыңызға рахмет. Осылай номад даму берсін, осылай саяхаттайық барлығымыз. Құрметті саяхатшылар, кеш-жарық, тағы өте күшті 5-ші кеш болып отыр. Мен есім Арман, жасым 43-те, 2 қызым, 1 ұлым бар. Дышылы компанияда жұмыс жасаймын, Тургутпен әріптеспіз. Осы саяхат, 2-ші саяхат, 1-ші Ақболаға деген жерге бардық, өте әдемі. Ең басы Ерік, Ерлан, Элдар, Айдарбек деген мен құрдасым бар. Айдарбекпен кластасым өше бір партада отырған кісі негізі. Сол сендерге ең басы сізге үлкен рахмет. Сондай бір организаторлық, сондай бір күшті ұйымдастырушы, қызықтырушы деген сияқты. Дұрыс адам сізге қосылады, сондай саясатқа, бана еңкін айтып отыр. Осындай сапарда кім екенін белгілі болады. Өзім аңшы боламын, өзім
балықшы боламын. В общем, сондай бір туризм, охота, рыбалка деген өзіміздің өзім жолым деген сияқты. Сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер, қаншама гүлдер сарғайды. Ғашықсыз өмірме, егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау, не дерсің мынау көңілге. Күлесің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасын, жаным-ау кімнен, жаным-ау кімнен сұрарсың. Махаббат өмір ғажабы, алқызыл гүлдей ажары. Сүйемін деген жалғыз сөз, жанымды тербеп, жүректі емдеп жазады. Ғашықсыз өмір ме, егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасын, жаным-ау кімнен, жаным-ау кімнен сұрарсың. Да, ұйықтамады. Балалар да ұйықтамады. Ұйқы жау деп. Сон для слабаков депті. Замыкающийна бекер қарақ қойма, қалып қалмасын. Караться мен с 5 стола игрушки қоямыз. Ас болсын. Ночью. Пакеты лайфхак, чтобы посуду не мыть. Ал енді құрметті көрермендер, бүгін біздің саяхатымыздың 6-шы күні. Біздер көптеген жерлерді бардық, көптеген мәрелермен қайта айтайыншы. Ал енді құрметті достар, біздер бүгін саяхатымыздың соңғы күні, 6-шы күні. Енді кішкене шаршағанымыз бар, бірақ өте көңілдіміз. Көптеген әдемі жерлерді көрдік. Өзіміздің ең басты миссиямыз Бозжыраның түбіне Қазақстан Республикамыздың туын, 15-30 метр туын тіктік. Енді бүгін тағы да бір 3-4 баратын жеріміз бар, тарихи, әдемі жеріміз бар. Одан кейін ауылға қарай ұзын жол. Енді барлық саяхатшыларымызға тек ақ жол тілейміз, аман есен үйлерімізге жетейік. Табиғат өте керемет, ауа райы өте керемет. Енді егер сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде лайк басыңыздар, біздің Instagram парақшасына жазылыңыздар, және де қайталап та айта береміз. Біздің осы 6 күнгі саяхатымызда
біздің тамағымызбен, біздің суымызбен, банағы печеньялармен, бәрімен қамтамасыз еткен Дәулет нан мекемесіне үлкен алғысымызды айтамыз. Барлық өнімдердің бәрі өте сапалы, біздің саяхатшыларға өте ұнады. Жұмыстарыңыз алға баса берсін деген тілек айтамыз. Бәріне рахмет айтамыз. Шынында шөпірлердің бәріне де тек осы жолдарды, алыс қиын жолдардың бәрін өтіп шыққанына, барлық саяхатшыларымыз соның бәрін төзгеніне үлкен алғысымызды білдіреміз. Саяхаттаңыздар, аралаңыздар, елді аралаңыздар, әлемді аралаңыздар, және де өзіміздің Қазақстанның азаматтары қонақжайлы екеніне, бәрі сабырлы екеніне, шетелден келген азаматтарға көз жеткізсін. Таза саяхаттайық, барлық қалдықтардың бәрін өздеріңізбен алып жүріңіздер, арнайы жерлерге тастап кетіңіздер. Сіз саяхаттағаннан кейін арттарыңызда ештеңе қалмау керек, және оны сіздер видеода көріп отырасыздар. Рахмет. Күшті жатсың ғой. Тамақтан дейді, үйтіп бәрі. Бұда, мә, кадр. Көрем сені, еседі арманым қоңыр желі. Күә бол Алатау бақытыма, күә бол көктерек көлеңкелі. Күә бол жұлдыз, күә бол айым, күә бол арауым. Көздеп мен бүгін оны таптым, бастадым бір әнін махаббатым. Аққайың аялап арманым, күә боп көзі. Бар, үңгірі бар, қазір үңгірге барып көрсеміз. Астынан кіріп жоғарысына шығамыз ба? Жоқ, өйтіп шығатын емес, ана сүйе құлап қалған ғой. Кезінде қазір несі, мынау дейді шерқала дейтін, шер дейтін енді арыстан ғой, жолбарыс. Қала. Мына жатысың өзі көрініп тұрсың ғой, ана жатқан арыстанға ұқсайды. Мына беті күжірейіп, мына бас жағы, мына беті аяқ жағы. Мына төменгі аяқ жақ бетінде жаңа сен сұрап тұрған не бар? Үңгірі бар. Үңгірі болғанда, енді кезінде жаугершілік заманда мына түркмендермен адайлар соғысқанда түркмендер таудың басына шығып кеткен ғой. Сосын адайлар тауды қоршап жатып алады. Бәрі олар дейтін көпке бармайды. Шөлдейді, су жоқ, не жоқ, беріледі ғой деп. Уақыттар өтіп атады, бірақ олар берілетін мана түркмендер жоқ. Соған таңғы мезгілді тыңдап қараса, мана қауғашіліктен су тартып атқан дауысты естиді. Соны біліп қалады да, бұлар дейтін тауды астынан құдық қазып, су алып атқан білетте жанынан теседі ғой. Бір тесік миымы кетеді, екінші тесік тескенде манағы ненің қауғаның несін кесіп отырады жібін. Сөйтіп жоғарыға су жібермейді де, түркмендер содан берілген дейді. Соның қазір барып көреміз, екі тесігі бар. Сенбейсің ба не? Екі тесік бар да, бірақ бір 4-5 метрде жүресің анда ішіне, арғы беті үгітіліп құлап қалған.
Саяхатымыздың соңғы күні бірінші локациямыз Шерқалаға келіп отырық. Атырау намаз! давай, қайда? 니하오, 시시. 안녕하세요. 감사합니다. 조금 기다려. Наш, бить. Звездные. Тек қараймай жабай тайпалар сияқты. Жабайы безін. Жабайы тайпалар сияқты. Айтшы бірдеңе. Бітпе жақында. О, жақында. Ал енді былай тұрыңыздар, ол любой момент түсіріп жібереді. Өзім 5, 4, 3 десейші. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Мысля сработала, да, мысля, да? Как команда прям слаженная. Хайт. Сырдавым келіндер. Шинсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Мен жақсы сәтті айтпей, мен қитса лучше. Айрақты, я. Екіншісі? Сол ескі порога. Дромен түсіреміз. Бұл келіп тұрған жеріміз жаңа кіріп жатқан жердегі Айрақты тауы, мынау соның жалғасы Шомалай тауы дейді. Жалпы ел аузында Айрақты Шомалай деп айтады. Шомалай дейді, Шобалай дейді бұл жерде. Бұл жердің бір әсем көрінісін осы Тарас Шевченко суретке түсіріп, содан атақты болған кезінде. Енді осы жерге биылғы дейтін, осы жер дейтін, осы жергілікті тұрғындардың келіп демалатын ең бірінші орында тұрған жері, көп келетін жері десең болады. Осы жерге. Килки керек па, не керек, бәрін көрсетіп. Сухаревайдан болды. Или нан бақыт. Жоқ, ол балалар сол жерден өтетін туристерден алып үйренген ғой енді. Олар да бір Шетпенің кіреберісінде жақсы лақман шеппес. Жоқ, шыға берсін не бар? Ортасында да бар. Именно кіреберісін. Кіреберісіндесінде физически жақсы. Шетпені жармыштағы жақсы. Ағарыш.
Білесіздер ма, егер ана ішінде бір бие басқа айғырдан егер құлындаса өлтіртсайды ананы айғырды тістеп айтсын осы бауыздалайық. негізі бар ғой, барынша кучковаться етіп жиналып тұрған жақсы, чтобы әйтпесе былай жайылып тұрсақ мен алыстан түсемін, адам ұсқынып көрмейді. Давай, ответный гал. Бір. Так, енді инструктаж. Осы жерден шетпе шамамен 30-40 минут. 30-40 минутты жайлап барған өзінде де кімге газ керек, бәкең бірінші соғана қазақ қойылға апарады, сол жерде тоқтаймыз. Яғни газ да бар, оны қарама қарсысында, және оның ішінде бензин бар, дизель бар, кому. Кірген жерде, енді қараңыздар, құрметті достар, осы сол точкадан біздің саяхатымыз бұлай бітеді. Енді барлықтарыңызға ұнады деп ойлаймын. Осылай шаң-шаң болып күнге күйген ұнайтын болып тұрасыңдар. Енді қараңыздар, содан бастап экипажды ұстамаймыз. Яғни по нумерация жоқ, әркім өзінің үйіне жайлап, бірақ өте сақтықпен, жылдамдықты асырмай, себебі уже 6 күн жүрдіңіздер, 1-2 сағат ерте кеш бағанда ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Сақтық сақтап барыңыздар, жолда біздің адамдарымыз көріп қалсаңыздар, тоқтаңыздар, бірдеңе болып қалып жатқан бола. Мен немесе елдар ең соңғы болып жүреді, енді елдардың машинасы келе жатса, оған қараймыз. Сонымен көп рахмет, бір ауыз сөз. Қалаға кірген бойда сразу чат бар ба? Борт 6 кірді, борт 7 кірді, хорошо? Сразу. Тамақ ішуге тоқтаймыз ба? Бәрі аман есен. Енді кім тамақ ішеді, кім ұйықтайды, кім ақтауға барады, ол енді ана жерден жеке шаруасы болады. Жарай ма? Сіздерде рация ең соңынан артырауға болғасын аман есен алармыз. Чтобы на трассе могли друг друга сопровождать.